Dostlar, қалайсыздар? Біздің каналға қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде ауа райы қатты суық болып тұр. Кеше жаңбыр жауған, бүгін гололед далада. Сол үшін бізде бүгін айым сабаққа барған жоқ. Үйден ешқайда шықпаймыз. Біз бүгін үйде блог түсіретін боламыз. Кешке дейін не істейтінімізді. Мына жүгіріп кеп дайын тұр, мишкасын құшақтап. Сізбен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мына бізде Айым мен Томирис жатыр. Айым рахаттанып жатыр. Томирис оның үстіне шығып. Жаным менің, әпшесімен ойнап жатыр. Ұйқысы келді ау деймін бұл қызым. Ақылдым сол. Біздің видео жалғасуда. Мұнда Аяла көлік киіп алған. Қазір Айым әпшесі шашын жинап берейін деп жатыр, я? Эльза, ма сенің көлегің? Өткенде заказ берген резинканы шашын жинап берейін жатыр. Билейін деп жүр. Сол, біз тамақ ішіп алдық. Қазір Айым сабақ оқиды. Мына жерді жинау керек. И мұнда мен тамақ істейін деп жатырмын. Қуырдақ істейтін жүрмін. Қабырғалардан. Біздің бір күндік блогымыз жалғасуда. Мұнда бізде Аяла әдемі көйлек, үстінде жилетка киіп алып, айран ішіп жатыр. Ал Айым болса бізде сабақ оқып жатыр. Бүгін бізде сабақ болмады. Далада бізде жердің бәрі тайғақ, сол үшін сабақтың бәрін отмена жасады. Енді өзі үйде сабақ оқып отыр. Айымшка. Мұнда біздің бөпе ұйықтап жатыр бесікте. Достар, сіздердің бөпелеріңіз бар ма? Бесікке жата ма? Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Мұнда қазанымды шығарып, қуырдақ пісіріп жатырмын. Қойдың етінен. Осылай тез тұру керек. Қазір тұздап балконға шығару керек. Өйткені морозилка бізде бос емес. Şu морозилкамыз біздің кішкентай. Сол үшін қазір тұздап бәрін балконға шығарып қою керекпін. Арасында Айымның сабағында қарап отырмын, қадағалап. Қалай Айым? Сабағың қиын ба? Қиын емес па? Достарға не айтасың? Қалайсыздар достар? Десей, мен подписчиктеріме сәлем деп қойсай. Айтсай? Сәлем. Камера қарап айтсай. Уақыт жоқ Айымда. Айым сабақ оқып отыр. Айым бізде 2-ші сыныпта оқиды. Біздің подписчиктердің арасында 2-ші сынып оқитындар бар ма екен? Жазыңыздар. Айымның құрдастары. Бақыт туған жер. Әдебиет оқудан жаттап жатыр. Да, Аяла ашып отыр. Үстін шешіп тастапты. Сол үшін түсірмеймін. Баға жылда құйған жер. Сен туған жер. Байлық бақыт тұнған жер. Аялашка киімін тағы да ауыстырбаған. Тұршы Аяла. Үстіне кофта, сарафан, бұтында пижама киіп алған. Бұл енді боянайын деп жатыр. Мынау кеше алған менің косметикама тыныштық жоқ. Осы қыз боянайын деп жатыр. Бәрін шығарып қойған. Кәні. Ой, әні үстіне сүйіпті пішіткізіп. Мұны әпшем жаттау керек әлі. Айтшы ғаны. Сүйемін сені туған жер. Байлық Бақыт тұнған жер. Не бар бұт астықты қамбаға жылда құйған жер. Сені туған жер. Өнер білім қуған жер. Ұшу үшін ғарышқа тоқтар берін буған жер. Жаттау керек, қайталау керек әлі. Сол біздің үйдегі вайп осынай. Мынау кірісті боянуға. Ой, бай. Болмайтын алар. Үйде отырса осындай. Көргенсіздер ме? Осындай кішкентай күшті бейіс саған қолынан ананаймен.
Достар, кешегі мен алған косметика бар ғой. Сатам деп алып едім ғой. Соған айымды бояндырдық. Көзін жұмайым. Күшті шыққан, прям күшті косметика екен. Әдемі қалды. Енді бұл кішкентай қыз ғой. Үлкендер боянса вообще күшті болады. Кірпігін қара. Жанынан көрсетейін. Артық ештеңкесі жоқ, прям күшті екен. Кірпіктер күшті болып тұр ғой. Әдемі тұрсын. Енді Аяла бояндыр деп жатыр. Мына қызды бояндырамыз. Бұл да жылап жатыр бояндыр деп. Е? Айланышпасын, сосын бояндырамыз. Достар, біздің блог әлі жалғасуда. Бізбен бірге болыңыздар. Екінші кезекте красавица Аяла дайындыр. Бұл да боянып алды, Аялашка, е? Иә. Ана екеуі де күшті бопқан. Көзін көрейікші жақындатып, сенікі де. Заны кірпігіңнен ананайын. Біздің блог жалғасады әлі. Бір күндік блогымыз. Күшті болды. Екі қыз боянып, әдем болып, мәз болып жүр. Қазір енді екеуі мультфильм көріп отыр. Сабақтарын бәрін оқып алды, жаттауын жаттап алды. Ертең тағы сабақ болмайды екен бізде. Апай жазып отыр, что сабақ болмайды. Ертең қандай? Осы біздің қосшы бойынша су болмайды екен. Соған байланысты сабақта отмена жасапты. Өткенде бізде осы қосшы жақта авария болған. Су, свет бәрі бір күнде өшіп қалып, еще отопление болмай қалды. Соның бәрін восстановить етті. Енді су әлі дұрыс болмай тұр. Бірақ бізде бар бүгін. Сол ертең болмайды деп хабарлап жатыр. Наверное, ертең ремонт жасайтын шығар соған. Я? Сол ертең тағы үйде боламыз. Ертең бұларды сыртқа шығару керек енді. А то үйдің ішінде сыймайды екен бұлар. Бір күннің ішінде сыймай жатыр. Үйдің ішін қопарып жатыр, короче, бүкіл жерді. Ал мен мұнда қуырдағым пісіп қалды уже қазір. Араластырам. Еті астында. Бетіне картошка сап қойғам. Сол бізде уже сағат кешкі 6 болды. Дала қараңғы түсіп қалды. Біз кешкі тамағымызды ішіп отырмыз. Жаңа пісіріп жатқан қуырдағымыз. Міне, жартысын жеп қойдық. Ал енді біз бәріміз отырып кино көрейін деп жатырмыз, е? Семейный кино. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Комментарийға жазып келіңіздер. Пока. Пока-пока.